Ассалаумағалейкум, құрметті спортшылар. Сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін мен алдыңғы видеода уәде еткендей, осы видеода өзім қалай 5 кг салмақты қандай бір жаттығу программасымен қостым, соны сіздермен бөлісетін боламын. Алдыңғы видеода қандай тамақтар жедім, қалай тамақтандым, соны айтқан болатынмын. Ал осы видеода қалай жаттығу жасадым, қандай программамен жаттықтым, соны сіздермен бірге бөлісетін боламын. Олай болса, достар, видео басталмас бұрын лайк, подписка жасауды ұмытпайық. Лайк, подписка жасап болсаңыздар, ары қарай видеоны бастаймыз. Негізінен аптасына 3 күн жаттығып жүрдім. Дүйсенбі, сейсенбі. В общем, қазақша аша керек өзіміздің түсінікті тілде. Понедельник, среда, пятница. Осы 3 күнде жаттығып жүрдім. Бұл 3 күнде барлық дене мүшелерін, барлық бұлшықеттерді 3 күнге бөлгендіктен бұл жерде уже жаттығулардың уақыты ұзақ болып кетеді. Яғни, даже 2 сағаттан асып, 2,5 сағатқа дейінгі аралықта кетіп қалатын. Бұл негізі дұрыс емес. Жаттығу негізі 1,5 сағаттан аспаған дұрыс. Себебі 1,5 сағаттан асса уже қарны ашып, катаболизм басталып, и жүрекке нагрузка түседі. Сондықтан бұның алдын алу үшін мен жаттығуды 3 күн емес, аптасына 4 күн жасайтын болып, яғни 1 күн демалып, 1 күн жаттығу жасайтын болып программа жасадым. Бұл программамен жаттығып жүргеніме уже 1,5 айдан асты. И нәтижесі нормально. Ал енді қазір қандай программамен жаттығып жатырмын, соны айтайын. Қазір жаңа айтқандай 1 күн демалып, 1 күн жаттығу жасап, солай нәтиже жасап жүрмін. Әр бұлшықетті әр күнге бөліп тастадым. Міне олар былай. Бірінші күні иық, алдыңғы, ортаңғы, артқы осы 3 бөлігі және трапеция. Трапеция не үшін оған қостым? Себебі иық жасағанда былай махи жасайсың, жоғары штанга, гантель жасаған кезде трапеция бізде көмекші ретінде дополнительно қосылады. Сол кезде соңында трапецияны добирать етіп жібереміз. Одан кейінгі арада 1 күн демалып, тағы да одан кейін уже груд полностью грудты жаттықтырып, и одан кейін трицепс. Бұда да дәл иықтағыдай жим жасағанда отжимание, разводка, тағы басқа жаттығулар бар. Сода уже бұда да трицепс іске қосылады. Трицепсті соңында 2 жаттығумен тағы да бұда да добирать етіп жібереміз. Одан кейін тағы да 1 күн демалып, 3-ші күні арқа жасаймыз. Арқада дәл сондай бұда да арқамен қосып бицепс жасаймыз. Турникке тартыласыз, тяга тартасыз. Сода уже білекпен бицепс іске қосылады. Соны соңында бұларды тағы да жаттығу жасап, добирать етіп, соңына дейін өздіріп качеттаймыз. Одан кейінгі уже 4-ші күні аяқты, сол икры, аяқтың барлық бөлігіне жаттығулар жасаймын. И бізде уже пресс қалды. Прессті мен аяқпен грудқа қосам. Себебі аяқпен грудқа тренировка жасаған кезде бұда уже уақыты аз уақыт кетеді. 1,5 сағатқа жетер-жетпес уақыт. Сода соңында 2 жаттығу жасап жіберемін, 4 уақыттан солай жасаймын. Осы менің жаттығу программам. Осы жаттығу программасымен сізде жаттығып көріңіз, сізге де бұл әсер етуі мүмкін. Олай болса, достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал енді келесі видеода қандай видео шығарғанымды қалайсыздар, оны комментарийға жазып отырыңыздар. Мүмкін сіздің комментарийіңіз бойынша видео шығарып қалармын. Олай болса, достар, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Алда қызықты контент күтіңіздер.